Қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге лагман жасайық. Бізге керекті заттар. Мен тауық етінен жасайын деп ойладым. Бізде тауық ет, домашний тауық. Тауық еті, пияз, картошка, корейская капуста, және де көкөністер, помидор, болгарский перец, және де жанду. Бұл менде жанду мен сельдерей морозилке салып қойғам. Соны қазір жасайық. Ал бисмилля деп бастайық. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып жібердік. Осыны қызарттырып қуырып аламыз. Негізі лагман подливна зажарканы көп қуырмайды, тез-тез пісіріп алады. Енді бұдан кейін мен етімізді саламын. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Еттің артынан картошканы салып жібереміз. Картошканы қуырып жатыр. Картошканың артынша капустамызды салып жіберсек болады. Капустамыз кішірейді. Араластыруға оңай болады. Енді мынау жандомызбен ішінде сельдерей бар. Осыны салып жібереміз. Сельдерейдің иісі прям кухняны алып кетті. Енді үстіне помидорымызды, перецімізді және де чесногымызды салып жібереміз. Красота. Томат қосамыз. Мускатный орех чуть-чуть для пряности. Сосын менде 3 желания приправ для лагмана. Туз қосуды ұмытпайық. Туз на вкус, по желанию. Снай. Енді жарты литрдей су құямыз үстіне. Тұзын на вкус көріп, бетін жауып қоямыз. Егер де сұйықтау болсын десеңіздер, суын көптеп құйсаңыздар болады. Лагман тестасында дайындап қойдық. Енді бір 5-10 минуттан кейін лагман соусты бастаймыз. Қандай иісі керемет. Осымен подливымыз дайын. Астын өшіріп, тестамызға кірісеміз. Артты создық. Енді қайнап тұрған суға пісіріп аламыз. 2-3 минут бетіне шыққанша қайнатып аламыз.
Nanımız da pісіп қалды. Енді сүзіп алайық. Айтпақшы, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, мені қуантып, каналға тіркеліп, лайк, коммент жазып кетіңіздер. Осымен тамағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.